Арман бала күннен әкесін жақтырмай өсті. Оның санасында әке бейнесі қатал үнмен, суық қабақпен, үнсіз отырған адаммен байланысып қалған. Басқа балалар демалыс күндері әкесімен саябақ аралап велосипед теуіп жүргенде, Арманның әкесі жұмысқа кететін. Мектептегі мерекелік кештерде де анасы келетін. Ұлының жетістігіне қуанған көзді ол көбіне анасының жүзінен көретін. Ал әкесі үйге кеш оралатын, шаршаған қалпы, үнсіз тамақ ішіп, аз сөйлеп, ерте ұйықтайтын. Жылдар өте реніште боймен бірге өсті. Арман 14 жасқа толғанда әкесіне қарсы ашық сөйлейтін болды. Әкесі бір нәрсе айтса, қарсы жауап қайтаратын. Анасы араша түсуге тырысатын. Әкеңнің жағдайын түсін дейтін, жай ғана. Бірақ Арман түсінгісі келмейтін. Оның ойында бір ғана сұрақ тұратын. Неге басқа әкелер баласына уақыт табады, ал оның әкесі таба алмайды? Бір күні мектепте ата-аналар жиналысы өтті. Анасы ауырып қалған. Арман ішінен бір үміт күтті. Бәлкім бұл жолы әкесі келер. Сыныптағы балалардың әкелері мен аналары қатар отырды. Уақыт өтті. Жиналыс аяқталды. Есіктен әкесі кірмеді. Үйге үнсіз қайтты. Сол кеште әкесі тағы кеш келді. Арман бойындағы ашуды жасыра алмады. Мен үшін уақытыңыз болмайды. Сізге бәрі маңызды. Мен ғана маңызды емеспін. Әкесі ұзақ үнсіз отырды. Бір күні түсінесің, деді баяу. Сол сөз Арманның ашуын күшейтіп жіберді. Мен сізді түсінгім де келмейді. Анасы көз жасын жасырып, ас үйге кіріп кетті. Сол күннен соң үйдің ішіндегі үнсіздік ұғайып бара жатты. Әкесі бұрынғыдан да аз сөйлейтін болды. Арман да алыстай түсті. Жоғары сыныпқа көшкенде достары оның әлеміне айналды. Үйге тек қонуға келетін адамды ұқсап бара жатты. Университетке түскен күні де әкесі көп сөйлемеді. Анасы қуаныштан жылап жүрді. Әкесі тек иығына қолын қойып, адал адам бол, деді. Арман сол сәтте де ішінен ренжіді. Басқа әкелер құшақтайды, мақтанады. Ал бұл кісі екі ауыз сөзден артық айта алмайды. Уақыт өте берді. Арман оқуын аяқтады. Жұмысқа орналасты. Қала ауыстырды. Үйге сирек баратын болды. Анасы күнде хабарласатын. Әкесі телефонға шықса да, жұмысым жақсы ма? Денсаулығың дұрыс па? Деген қысқа сұрақтармен шектелетін. Бір күні түн ішінде телефон шылдады. Анасының даусы қалтырап шықты. Арман, әкең ауруханаға түсті. Сол сәтте кеудесіне ауыр сезім құлады. Көп ойланбастан жолға шықты. Аурухана дәлізі бұрын байқалмаған қорқынышты сездірді. Анасы орындықта үнсіз отыр екен. Жүзі қатты өзгерген. Не болды? Деді Арман асығып. Анасы ұзақ үнсіз қалды. Әкең көп жылдан бері сырқатпен күресіп жүр. Арман антарылып тұрды. Қандай сырқат? Саған айтқызбады. Неге? Анасының көзіне жас толды. Сенің оқуың тоқтамасын деді. Арманыңа кедергі келмесін деді. Арман үнсіз қалды. Көп жыл ем алып жүрді. Қосымша жұмыс істеді. Сенің оқуыңа ақша жинады. Сен барған университеттің ақысын төлеу үшін түнгі жұмысқа шықты. Дүние төңкеріліп кеткендей сезілді. Неге айтпадыңыздар? Өзі сұрады. Арман алғаш рет жүрегінің ішінен әлдебір ауыр шындық көтерілгенін сезді. Өмір бойы өзін сүймейді деп ойлаған адам үнсіз ғана оның болашағын көтеріп жүрген еді. Арман аурухана дәлізіндегі орындыққа үнсіз отырды. Анасының айтқан сөздері санасында қайта айналып тұрды. Жылдар бойы өз ойын ғана ақиқат деп қабылдап келген ұлының ішкі әлемі шайқалып бара жатты. Әкесінің шаршап келетін кештері, үнсіз отыратын сәттері, қысқа сөйлейтін әдеті көз алдына бірінен соң бірі келді. Ол бұрын сол көріністердің бәрін немқұрайдылық деп бағалаған еді. Бүгін сол естеліктер мүлде басқа бояуға еніп тұрғандай сезілді. Таң ата дәрігер шықты. Анасы орнынан асығыс көтерілді. Дәрігер сабыр сақтауға шақырғанмен, оның жүзіндегі ауырлық жақсы хабардың жоқтығын аңғартты. Әкесі көп уақыттан бері ағзасын әлсіреткен дертпен арпалысып жүрген. Ауру денесіне салмақ салғанмен, жұмысты тоқтатпаған. Арман қабырғаға сүйеніп үнсіз қалды. Кеудесінде өкініш пен ауыр сезім араласып, жанын қысып бара жатты. Анасы сөмкесінен ескі қағаз қапшық алып шықты. Оның ішінде сарғайған түбіртектер, қағаздар, жазулар тұр екен.
Арман бір қағазды қолына алды. Университет төлемінің құжаты. Тағы біреуін ашты. Жатақхана төлемі. Келесі қағазда қосымша жұмысқа байланысты анықтама жатты. Көз алды тұманданып бара жатты. Әкең түнде қоймада жұмыс істеді, деді анасы жай ғана. Күндіз негізгі қызметіне баратын. Үйге кеш келетін себебі сол еді. Арман үнсіз отырды. Саған білдіргісі келмеді. Ұлым білім алсын деді. Өзі көрген қиындықты балам көрмесін деді. Көз алдына бір көрініс келе қалды. Ол мектепте оқитын кез. Қымбат спорт аяқ киімін алдырмаймын деп, үйдің астан кестенін шығарған еді. Әкесіне ауыр сөздер айтқан. Сол күні әкесі үндемей шығып кеткен. Ертеңіне қалаған аяқ киімі үйдің төрінде тұрған. Арман сол күні қуанған. Бүгін сол қуаныш жүрегін ауыртып тұр. Түс ауа дәрігер әкесіне кіруге рұқсат берді. Палата іші тым-тыныш еді. Керезеден түскен күн сәулесі ақ жамылғыға төгіліп тұр. Әкесі қатты жүдеп кеткен. Арман алғаш рет әкесін әлсіз күйде көріп тұр. Өмір бойы мықты көрінген адамның жүзі шаршаған. Әкесі ұлын байқап қалды. Жымиғандай болды. Келдің бе? Арман үнсіз басын изеді. Дауысы шықпай қалды. Жұмысың қалай? Осы сұрақ. Өмір бойы өзгермеген сол сұрақ. Жұмысың қалай? Денсаулығың дұрыс па? Ол бұрын осы сөздерді салқындық деп қабылдайтын. Бүгін сол сұрақтардың ішінде алаңдау жатқанын түсінді. Жақсы, деді әрең. Әкесі біраз үнсіз жатты. Анаң шаршап қалмасын. Жарайды. Өзіңді күт. Арман ернін тістеп төмен қарады. Бойындағы ауырлық тамағына кептеліп тұр. Әке, даусы дірілдеп шықты. Иә, балам. Неге айтпадыңыз? Әкесі ұлына ұзақ қарады. Сол жанарда жылдар бойы жиналған мейірім бар еді. Әкенің міндеті бар, балам. Бірақ сен оқуың керек еді. Мен сізді түсінбедім. Әкесі әлсіз жымиды. Атана баласына есеп беріп өмір сүрмейді. Арман басын төмен түсірді. Жүрегінің түбінде бір нәрсе үзіліп бара жатқандай. Ол өмір бойы әкесінің махаббатын басқа жерден іздеп келді. Ал сол махаббат үнсіздікке оранып, күн сайын үйіне кеш қайтып келген еді. Палатадан шыққан соң дәліздегі орындыққа отырып қалды. Қалтасынан телефонын алды. Галереяны ашты. Анасының суреттері көп. Достарымен түскен суреттер көп. Әкесімен түскен сурет аз екен. Өте аз. Сол сәтте адамның барын бар кезде бағалау қандай үлкен байлық екенін жанымен сезінді. Өмір кейде ақиқатты тым кеш ұқтырады. Түн тереңдеген. Аурухана дәлізіндегі жарық көмескі тартып, айналадағы қозғалыс саябырсыған шақта Арман терезе алдында ұзақ тұрды. Қала шамдары алыстан жылтырап көрінеді. Көз алдында өз өмірі өтіп жатқандай. Балалық шағы, реніштері, айтылған ауыр сөздер, үнсіз қалған әкесі. Қанша уақыт бойы ол әкесін түсінуге тырыспағанын бүгін анық ұқты. Анасы орындықта қалғып отыр екен. Бетіндегі әжімдер бұрынғыдан анық көрінді. Арман анасына қарап отырып, ата-ананың қартайғанын балалар көбіне кеш байқайтынын сезінді. Бала күнде мықты көрінген адамдар уақыт өте шаршайды. Тек олар өз шаршауын көрсетпеуге тырысады. Баласының алдында әлсіз көрінбеуге тырысады. Сол үшін де кей адамдар үнсіз өмір сүреді. Арман аурухана ауласына шықты. Самал жел бетіне тиді. Қалтасына қолын салғанда кішкентай қағаз бүктемесі шықты. Ауруханаға келгенде анасы берген қағаздардың арасынан байқамай салып алған сияқты. Бүктемені ашты. Ішінде әкесінің жазуы тұр. Арманның оқу ақысы толық төленуі керек. Қанша қиын болса да тоқтатпау керек. Қолдары дірілдеп кетті. Қағаздың екінші бетінде тағы бір сөйлем жазылыпты. Ұлымның жолы ашық болсын. Осы аз ғана сөз оның жүрегін 100 ауыр сөзден қаттырақ жаралады. Ол сол түні көзіле алмады. Таңға жуық үйге барып әкесінің бөлмесіне кірді. Бұрын бұл бөлмеге сирек кіретін. Тек қажет кезінде ғана. Бөлме сол баяғы қалпында тұр екен. Үстел үстінде ескі сағат, кітаптар, қаламдар. Шкафтың жоғарғы сөресінде қорап көзге түсті. Арман қорапты алып ашты. Ішінде суреттер жатыр. Өзі кішкентай кезіндегі суреттер. Алғаш мектепке барған күні. Велосипед мінген сәті. Мектеп формасын киіп түскен суреті.
туған күндері. Әр суреттеме артында әкесінің қолмен жазылған күндер мен қысқа сөздер бар. Бүгін ұлым алғаш әріп таныды. Бүгін жарыста жеңді. Бүгін жылап қалды. Көңілін көтеруге тырыстым. Арман көз жасын тоқтата алмады. Өмір бойы өзін байқамаған адам деп ойлаған әкесі, оның әр қадамын үнсіз бақылап жүрген. Сөренің түбінде көне дәптер тұр екен. Қарапайым, қалың дәптер. Ашып қарады. Бірінші бетте күн жазылған. 15 жыл бұрынғы күн. Бүгін Арман қатты ауырды. Түнімен ұйықтамадым. Дәрігер таңға дейін күтуді айтты. Баламның ауырғанын көру қиын екен. Келесі бет. Бүгін ұлым маған ренжіді. Көңіліне қарағым келеді. Уақыт жетпейді. Бір күні түсінер деген үміт бар. Келесі бет. Ұлым жаңа аяқ киім сұрады. Ақша жетпей тұр. Қосымша жұмыс іздеу керек. Арман орындыққа жайлап отырды. Кеудесі қысылып бара жатты. Бір адамның үнсіз көтерген жүгі кейде таудан ауыр болады. Бірақ оны көтеріп жүрген адам шағым айтпайды. Әке сондай болады. Сырттай қатал, ішінде теңіздей мейірім. Таңертең ауруханаға қайта барды. Палатаға кіргенде әкесі ояу жатыр екен. Терезе жаққа қарап үнсіз отыр. Арман жанына келіп отырды. Ұзақ үнсіздік орнады. Бұрын бұл үнсіздік оны ашуландыратын. Бүгін сол үнсіздіктің ішінде жылылық бар еді. Әке? Иә. Маған қиын болып тұр. Әкесі ұлына қарады. Неге? Мен көп нәрсені кеш түсіндім. Әкесі баяу дем алды. Өмір адамды асықпай үйретеді. Арман көзін төмен түсірді. Мен сізге ауыр сөздер айттым. Ұмыттым. Мен ренжіттім. Өтіп өткен нәрсені көтеріп жүру ауыр. Арман үнсіз қалды. Мен сізді түсінбедім. Әкесі баяу жымиды. Атана баласының өкпесін көтеріп жүреді. Неге? Себебі атана махаббаты шартпен өлшенбейді. Осы сөз Арманның жан дүниесін өзгертті. Өмір бойы ол әке махаббатын өзіне ыңғайлы қалыптан іздеген. Жылы сөзден, көп көңіл бөлуден, қасында көбірек жүруден. Ал кей әкелердің махаббаты басқа түрде болады. Олар сезімді сөзбен емес, еңбекпен білдіреді. Өз шаршауын жасырады, қажуын білдірмейді. Баласының жолына тас түспесін деп үнсіз жүреді. Күндер өтіп жатты. Әкесінің жағдайы бірде жақсарып, бірде ауырлап тұрды. Арман ауруханадан ұзамайтын болды. Бір күні палатаға жасы үлкен кісі кірді. Әкесінің бұрынғы дос екен. Ол Арманға ұзақ қарап тұрды. Сен Армансың ба? Иә. Әкең сені қатты жақсы көреді. Арман үндемеді. Бір кездері жақсы қызмет ұсынды. Басқа қалаға кетуге болатын еді. Бармады. Неге? Ұлым достарынан алыстап қалады деді. Арман қозғала алмай қалды. Бір жолы шетелге жұмысқа шақырды. Айлығы жақсы еді. Бармады ма? Бармады. Неге? Балам мені іздесе, жанынан табылғым келеді деді. Арман ішінен сынып бара жатты. Өмір бойы ол жоқ деп ойлаған адамның бар өмірі өзіне байланып тұрғанын бүгін ғана көріп отыр. Кешке қарай үйге барды. Бөлмесіне кірді. Айна алдына ұзақ қарап тұрды. Өзіне қарап тұрып бір нәрсені түсінді. Адам кейде жақындарының қадірін жоғалту қаупі келгенде ғана сезеді. Сол үшін өмірдің ең үлкен өкініші кеш ұғыну. Телефондағы ескі суреттерді қайта ашты. Бұл жолы басқа көзбен қарады. Бұрын байқамаған дүниелер көрінді. Әкесінің шаршаған жүзі, бірақ көзіндегі мейірім, үнсіздігі, бірақ жанындағы тұрақтылығы, қаталдығы, бірақ ішіндегі қорғаны. Түн ұзақ болды, ұйықтай алмады. Таң алдында ғана көзі ілінген. Түс көрді. Кішкентай кезі. Құлап зылап тұр. Әкесі көтеріп алып келе жатыр. Бала Арман күліп барады. Таң жарығы бөлме ішіне баяу таралып жатты. Арман көзін ашқан сәттен жүрегінің ішіндегі ауыр сезім қайта оянды. Соңғы күндер оны бірнеше жылдың ішінде есейтіп жібергендей. Бұрын өмірге басқа көзбен қарайтын. Адамдарды да, оқиғаларды да өз көңіліне қарай бағалайтын.
Қазір оның жан дүниесінде үнсіз өзгеріс жүріп жатқан еді. Ауруханаға жеткенде анасы терезе алдында тұр екен. Ұйқысыз өткен түн оның жүзіндегі шаршауды анық көрсетіп тұр. Арман жанына үнсіз келіп тұрды. Анасы оған бұрылып қарады. Сол жанардың ішінде қорқыныш та, үміт те, шаршау да бар еді. Ұзақ жылдар бойы бұл әйелде үнсіз күресіп келгенін бүгін ғана анық байқады. Тамақ іштің бе? Деді анасы баяу. Арман басын изеді. Сен кішкентай кезінде де әкең осылай күтетін. Қалай? Ауырғанында түнде жанынан шықпайтын. Арман үнсіз қалды. Анасы жай ғана жымиды. Бір жолы қызуың қатты көтерілді. Дәрігер келгенше қолынан ұстап отырды. Жүрегі тағы шым етті. Бірақ ол оны көрсетпейтін. Иә. Неге? Анасы терезе сыртындағы ағаштарға көз салды. Әр адамның жақсы көру тәсілі әртүрлі. Осы сөйлем Арманның ойына ұзақ тұрып қалды. Палатаға кіргенде әкесі ояу екен. Бүгін өңі сәл жақсарғандай көрінді. Терезеден түскен жарық жүзіне түсіп тұр. Бұрын Арман әкесінің бетіне осылай ұзақ қарамаған еді. Қасындағы ағарған шаштар, маңдайдағы әжімдер. Уақыт адамның өміріне із қалдырып өтеді. Қалайсыз? Деді жай ғана. Жақсы. Сол баяғы қысқа жауап. Бірақ қазір ол жауаптың ішінде әлсіздік барын сезді. Дәрігер не деді? Күресу керек деді. Арман орындықты жақындатып отырды. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұра. Сіз өмірімізде армандаған нәрселеріңіз болды ма? Әкесі үнсіз қалды. Ұзақ үнсіздік. Сосын баяу сөйледі. Болды. Қандай? Жас кезінде суретші болғым келетін. Арман таңғалып барады. Рас па? Иә. Неге болмадыңыз? Әкесі жымиғандай болды. Өмір басқа жол таңдады. Өкінесіз бе? Жоқ. Неге? Анасы терезе сыртындағы ағаштарға көз салды. Әр адамның жақсы көру тәсілі әртүрлі. Осы сөйлем Арманның ойына ұзақ тұрып қалды. Сол сәтте Арман әкесін мүлде басқа адам ретінде көрді. Бұрын тек қатал, үндемейтін әке болып көрінген жанның ішінде орындалмаған армандар да болған. Жастық шағы болған, үміттері болған. Бір нәрселерден бас тартқан. Бірақ ол туралы ешкімге айтпаған. Түстен кейін Арман үйге қайтты. Шкафтағы көне қораптарды тағы ақтара бастады. Бұрын байқалмаған бір папка шықты. Ішінде суреттер мен қағаздар тұр. Бір суретке көзі түсті. Жас жігіт. Қолында сурет дәптері. Күліп тұр. Арман бірден таныды. Бұл әкесі. Қағаздардың арасынан байқау дипломдары шықты. Сурет байқаулары, марапаттар, мақтау қағаздары. Қолдары дірілдеп кетті. Бұрын ол әкесін тек жұмыс пен жауапкершіліктің адамы деп ойлайтын. Ал бұл қағаздар оның басқа қырын көрсетіп тұр. Үстел тартпасынан тағы бір хат шықты. Сарғайып кеткен. Ашып оқыды. Ұлым дүниеге келді. Қолыма алғаш алған сәтім әлі көз алдында тұр. Қорқынышта болды, қуанышта болды. Осы балаға лайық әке бола аламын ба деген ой келді. Бір ғана тілек бар. Ұлым мен көрген тар жолды көрмес екен. Арман орындыққа жай отырды. Тыныс алуы ауырлап кеткен. Кеудесінің ішінде бір нәрсе қысылып барады. Адам кейде жақын адамын өз ойымен бағалап қояды. Бірақ әр адамның ішінде айтылмай қалған өмір бар. Көрсетілмеген жаралар бар. Ешкімге айтылмаған күрес бар. Кешке ауруханаға қайта барды. Палата іші тыныш. Әкесі ұйықтап жатыр екен. Арман қасына жай отырды. Ұйықтап жатқан адамның жүзі өзгеше болады. Онда өмірдің шаршауы анық көрінеді. Қолына қарады. Қатты жұмыс көрген қол. Жылдар ізі қалған қол. Бір кезде осы қол оны құлаған сайын көтеріп жүрді. Бір кезде осы қол суық күндері қолғабын түзеп беретін. Бір кезде осы қол оны алғаш мектепте жетектеп апарған. Ал ол сол қолды уақытында бағаламады. Көзінен жас ақты. Бір тамшы. Екінші. Үшінші. Әке. Дауысы сыбырдай ғана шықты. Кешіріңіз. Сол сәтте ұйықтап жатқан әкесі қозғалғандай болды.
Көзін ашты. Ұлына қарады. Әлсіз жымиды. Неге жылап отырсың? Арман үнсіз қалды. Мен кеш қалдым. Жоқ. Көп нәрсені кеш түсіндім. Әкесі ұлының қолын ұстады. Адам өмір бойы үйренеді. Мен сізді ренжіттім. Ұмыттым. Ал мен ұмыта алмай тұрмын. Әкесі ұзақ қарады. Өзіңді кешір. Осы 4 сөз Арманның жүрегіне керең батты. Кейде адам өзгеден кешірім сұрайды. Бірақ ең ауыры өзіңді кешіру. Келесі таң басқаша басталды. Аурухана дәлізіндегі күнделікті қозғалыстың арасында Арман бұрын байқамаған дүниелерді көріп жүрді. Бір бұрышта әкесінің қолын қысып отырған қыз. Терезеге қарап үнсіз тұрған егде жастағы ер адам. Дәрігерден жақсы жаңалық күтіп отырған ана. Қайғы мен үміт бір ғимараттың ішінде қатар өмір сүріп жатқандай. Адам жақынын жоғалтып алам деген қорқыныш келгенде өмірдің бағасын басқаша түсінеді екен. Арман палатаға кіргенде әкесінің төсегі бос тұрды. Жүрегі тарс соғып кетті. Бойын белгісіз үрей биледі. Қадамын жылдамдатып дәлізге шықты. Медбайкеден сұрады. Анасы да орнынан асығыс тұрды. Сол сәтте бірнеше секунд оған бірнеше сағаттай сезілді. Уайымдамаңыздар, деді медбайке. Тексеріске алып кетті. Арман терең тыныс алды. Бірақ сол қысқа қорқыныштың өзі оның ішіндегі көп дүниені өзгертіп үлгерді. Бұрын өмір ұзақ көрінетін. Адамдар мәңгі жанымызда болатындай сезілетін. Қазір әр сәттің салмағы барын сезіп тұр. Түске қарай әкесін қайта палатаға әкелді. Өңі шаршаңқы көрінді. Бірақ көз қарасында баяғы сабыр бар. Арман орындықты жақындатып отырды. Біраз үнсіз отырды. Бұл үнсіздік бұрынғыдай ауыр сезілмейтін болды. Әке. Иә? Бір нәрсе айтқым келеді. Айта ғой. Рахмет. Әкесі таңырқай қарады. Не үшін? Арман жымиғандай болды. Бәрі үшін. Әкесі жауап қатпады. Тек ұзақ қарап отырды. Сол үнсіз қарастың ішінде айтылмаған мың сөз тұрғандай. Кешке қарай дәрігер сөйлесуге шақырды. Анасы мен Арман қарсы отыр. Дәрігердің жүзі байыпты. Жағдай тұрақты, бірақ ұзақ күтім керек. Анасы жеңіл дем алды. Арман алғаш рет аздап болса да үміт сезінді. Бірақ дәрігер тағы сөйледі. Бір нәрсені айтуым керек. Ішінде тағы белгісіз ауырлық пайда болды. Ауру көп уақыттан бері асқынып келген. Жазылып кете ме? Деді Арман. Дәрігер бір сәт үнсіз қалды. Біз қолдан келгенді жасап жатырмыз. Сол жауаптың ішінде бәрі бар еді. Үйге қайтқанда жаңғыр басталды. Көлік терезесіне тамшылар соғылып жатты. Арман үнсіз отыр. Анасы да сөйлемеді. Кей үнсіздіктің салмағы ауыр болады. Үйге кірген соң жарықты жақпай ұзақ отырды. Кенет есіне бір оқиға түсті. 16 жасы. Мектеп бітіру кеші. Барлық ата-ана келген. Әкесі тағы кешіккен. Сол күні қатты ренжіген. Тіпті үйге келгенде ауыр сөз айтқан. Сізге мен керек емеспін. Сол сөйлем. Сол кеш. Сол ашу. Бүгін қайта оралды. Орнынан тұрып әкесінің көне қораптарын тағы ақтара бастады. Бұрышта тұрған қара файл көзіне түсті. Ашты. Ішінде қағаз. Мектеп бітіру кешінің бағдарламасы. Артында әкесінің жазуы. Жете алмадым. Арман үнсіз тұр. Тағы бір сөйлем. Жолда көлік бұзылды. Тағы бір сөйлем. Балам күтіп қалды. Көзінен жас ақты. Бір қағаздың ішінде қанша өкініш жатқанын бұрын білмепті. Кенет тағы бір қағаз түсті. Қызметтен босату туралы өтініш. Күні. Ол университетке түскен жыл. Асты сызылған сөйлем. Отбасылық жағдайға байланысты. Арман телефонды алып анасына хабарласты. Анашым? Иә балам? Әкем жұмыстан кеткен бе? Анасы үнсіз қалды. Иә. Неге? Саған айтпады. Неге? Сен қалаға кеткен соң жағдайы ауырлай бастады. Бірақ емге ақша керек болды. Басқа жұмысқа ауысты. Арман диванға жай отырды. Бір адамның үнсіз құрбандығы көзге көрінбейді. Бірақ оның ізі жақындарының өмірінде қалады. Келесі күні ауруханаға ертерек барды. Әкесі ояу отыр екен. Бүгін ерте келдің ғой,
Иә, жұмыс ше. Демалыс алдым. Әкесі жай ғана басын изеді. Бір нәрсе көрсетемін. Арман сөмкесінен суреттерді шығарды. Ескі марапаттарды, суреттерді, қағаздарды. Әкесі үнсіз қарап отырды. Неге айтпадыңыз? Қажет болмады. Мен сізді мүлде басқа адам деп ойлаппын. Әкесі жай жымиды. Барлығы адамның көргенімен өлшенбейді. Мен сіз туралы ештеңе білмеппін. Біліп үлгердің. Кеш емес пе? Әкесі ұлына ұзақ қарады. Жақын адамды түсінуге кешіксең де, түсінбей кеткеннен жақсы. Осы сәтте есік ашылды. Ішке шамамен 70-тердегі ер адам кірді. Әкесінің бұрынғы досы. Қолында шағын пакет. Қалайсың, досым? Әкесі жымиып қарсы алды. Біраз әңгіме айтылды. Сосын әлгі кісі Арманға бұрылды. Әкеңмен мақтансаң болады. Арман үнсіз тыңдап отыр. Бір кездері үлкен өрт болды. Қандай өрт? Өндіріс орнында. Сосын әкең бір адамды алып шықты. Арман таңырқап қарады. Ешкімге айтпады. Неге? Міндетім деді. Кеудесіне тағы бір ауыр сезім келді. Өмір бойы танимын деп жүрген адамы мүлде басқа әлем болып шықты. Кешке қарай дәрігер қайта шақырды. Бұл жолы жүзі бұрынғыдан ауырлау көрінді. Арман мен анасы үнсіз қарсы отыр. Бүгін тағы тексеріс болды. Іші тарылып барады. Нәтиже? Дүние сол сәтте баяулағандай. Біз емді күшейтеміз. Арман дәрігер көзіне қарады. Шындықты айтыңызшы. Дәрігер үнсіз қалды. Сол үнсіздіктің өзі жауап еді. Түнде үйге қайтқанда алғаш рет қорқыныш анық сезілді. Уақыттың шексіз емес екенін түсінді. Кей адамдар өмірден кетер алдында ең қатты ауыртатын нәрсе байлықта емес. Жетпеген арман да емес. Айтылмай қалған сөздер, құшақталмай қалған жақындар. Кеш сыралған кешірім. Түн ұзақ өтті. Сағат тілі жылжыған сайын Арманның көңілі алаңдай берді. Ауруханадағы соңғы әңгімелер, дәрігердің жүзі, әкесінің әлсіреген даусы санасында қайта оралттырды. Таңға жақын ғана көзі ілініп кеткен, бірақ тыныш ұйқы болмады. Ішінде түсініксіз мазасыздық бар еді. Таңғы 5-те телефон шырылдады. Арман селк етіп оянды. Экранда анасының аты тұр. Кеудесі тарылып кетті. Анашым? Арғы беттен үн шықпады. Кек дем алғаны естілді. Анашым. Даусы дірілдеп кетті. Балан, тез кел. Осы 4 сөздің өзі жеткілікті еді. Көлік ішінде уақыт тоқтап қалғандай болды. Қала әлі толық оянбаған. Көшелер бос. Бірақ Арман үшін бүкіл әлем тарылып кеткендей. Рөлдегі қолдары дірілдеп бара жатты. Ішінде бір ғана үміт бар. Үлгеру. Ауруханаға жеткенде анасы дәлізде тұр екен. Көздері қызарып кеткен. Жүзі өзгеріп кетіпті. Арман тоқтап қалды. Аяғы қозғалмай қалды. Жүрегі шындықты сезіп тұр. Бірақ ақыл қабылдағысы келмейді. Анашым? Анасы көзіне қарап тұрып қалды. Сосын ақырын басын төмен түсірді. Сол бір қимыл бүкіл әлемді қиратып жібергендей болды. Арман қозғала алмай қалды. Құлағына дыбыс аны жетпей барады. Айналадағы адамдар бар. Жарық жанып тұр. Өмір жалғасып жатыр. Бірақ оның ішіндегі бір дүние тоқтап қалған. Жоқ. Даусы әрең шықты. Жоқ. Анасы жылап жіберді. Әкең, таңға жақын. Арман қалған сөзді естіген жоқ. Кек жүрегінің ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Кеше ғана сөйлескен адам. Кеше ғана қолын ұстаған адам. Кеше ғана жымиған адам. Бүгін жоқ. Ол есікке қарай жүрді. Аяғы ауыр. Дүние көмескі. Палата іші тым тыныш. Тым суық. Тым бос. Төсек жанында тоқтап қалды. Әкесі жатыр. Баяғы сабырлы жүзі. Бірақ бұл жолы үнсіздік басқа еді. Қолына жай тиді. Суып қалған. Әке? Даусы шықпай қалды. Әке? Тыныштық. Мен келдім. Көзінен жас тоқтамай ақты. Мен үлгермедім.
Кеудесін ауыр өкініш қысып бара жатты. Кеше ғана айтқысы келген сөздер бар еді. Әлі бірге баратын жерлер бар еді. Әлі сұрайтын дүниелер бар еді. Әлі қайтарылмаған жылулық бар еді. Бірақ уақыт ешкімді күтпейді. Адам өмір бойы уақыт бар деп ойлайды. Бір күні бәрін айтамын дейді. Бір күні құшақтаймын дейді. Бір күні уақыт табамын дейді. Бірақ кейбір адамдар бір күн күтпейді. Арман орындыққа жай отырды. Қолын жібергісі келмеді. Балалық шағы көз алдынан өтіп жатыр. Алғаш мектепке апарған күн, құлап жылаған кезі, велосипед тепкен сәт, мектеп бітіру кеші, ренжіген сәттері, айтқан ауыр сөздері. Сізге мен керек емеспін. Сол сөйлем. Қазір жүрегін тілгілеп жатыр. Бір кезде дәрігер келді. Жай ғана көңіл айтты. Қағаздар, сөздер. Адам өмірден өткен сәтте дүние тым ресми болып кетеді. Ал ішіндегі дауыл ешкімде көрінбейді. Түс ауа үйге оралды. Үй бұрынғы үй емес, босап қалған. Үнсіз. Тыныштықтың да түрлері болады. Кей тыныштық демалдырады. Кей тыныштық жанды қинайды. Бұл үйдегі тыныштық ауыр еді. Әкесінің бөлмесіне кірді. Орындығы тұр. Кітабы тұр. Көзілдірігі тұр. Бірақ иесі жоқ. Сол сәтте адамның артында қалған заттар емес, қалған сағыныш ауыр екенін түсінді. Кешке қарай адамдар келе бастады. Көңіл айту, жылы сөздер, естеліктер. Бір кісі келіп ұзақ отырды. Орта жастан асқан адам. Арман танымайды. Әкең жақсы адам еді. Арман үндемеді. Бір күні өмірімді құтқарған. Арман басын көтерді. Қалай? Көп жыл бұрын қиын кезең болды. Қарыз көбейді. Үйден айырылуға шақ қалдым. Сосын? Әкең көмектесті. Қалай? Ақша берді. Қайтарды ма? Әлгі адам жымиып жіберді. Алмады. Арман үнсіз қалды. Тағы бір адам келді. Әкең жақсы кісі еді. Тағы бір әңгіме. Тағы бір жақсылық. Тағы бір үнсіз мейірім. Өмір бойы танимын деп жүрген адамын өмірден кеткен соң қайта танып жатыр. Түнде жалғыз қалды. Әкесінің дәптерін тағы ашты. Соңғы беттер. Жазуы әлсіреп кеткен. Соңғы жазылған жол. Ұлым өмірден шаршамасын. Келесі жол. Адам жақсы көруді кеш үйренсе де болады. Соңғы сөйлем. Балам бақытты болса болды. Арман дәптерді кеудесіне қысып отырды. Жылап отырды. 1 сағат, 2 сағат. Уақыт жоғалғандай. Өмірдің ең ауыр сабағы бағасын жоғалтқаннан кейін түсіну. Таң жақындап келеді. Терезеден жарық кіріп тұр. Жаңа күн басталды. Бірақ Арман үшін өмір екіге бөлініп кеткен. Әкесі бар өмір, әкесі жоқ өмір. Сол сәтте алғаш рет түсінді. Кей адамдар өмірден кеткен соң жоғалып кетпейді. Олар сенің мінезінде қалады. Даусында қалады. Естелігінде қалады. Жүрегінде қалады. Сағыныштың ауырлығы жылдармен өлшенбейді. Ол махаббаттың тереңдігімен өлшенеді. Ал Арман кеш түсінген бір шындық бар еді. Ол өмір бойы әкесін іздеп жүріпті. Ал әкесі өмір бойы оның жанында болған. Әкесін жерлеп болғаннан кейін үй бұрынғыдан да бос қалыпқа түсті. Бұрын байқалмайтын дыбыстар анық естіледі екен. Сағат тілі. Терезеге соғылған жел. Ас үйдегі ыдыстың сыңғыры. Ал адамның даусы жоғалған үйдің іші ерекше мұңға толады. Арман сол тыныштыққа үйрене алмай жүрді. Күндер өте бастады. Бірақ уақыт ішіндегі ауырлықты алып кете алмады. Жұмысқа қайта оралды. Адамдармен сөйлесті. Күлді. Жауап берді. Бірақ жан дүниесінің бір бөлігі әлде қайда алыста қалғандай еді. Кешке үйге келген сайын көзі еріксіз әкесінің бөлмесіне түсетін. Бір күні анасы қолына көмір түсті конверт ұстатты. Мынаны әкең саған қалдырған. Арман үнсіз алды. Қашан? Бірнеше ай бұрын. Неге бермедіңіз? Өзі солай сұрады. Қолдары дірілдеп кетті. Конверттің сыртында бір ғана сөйлем тұр. Арманға. Бөлмесіне кіріп есікті жапты. Керең тыныс алды. Баяу ашты. Ішінен бірнеше қағаз бен шағын кілт шықты.
Қағаздың алғашқы бетінде әкесінің жазуы тұр. Балам, егер осы хатты оқып отырсаң, демек мен қасында жоқпын. Осы сөйлемді жазудың өзі ауыр, бірақ өмірдің өз жолы бар. Маған ренжіп жүрген кездеріңді білдім. Ішіңде көп сұрақ болғанын білдім. Мен жақсы әке болдым деп айта алмаймын. Қолымнан келгенін ғана жасадым. Арман көзін сүртіп оқып отыр. Сен кішкентай кезінде маған қатты ұқсайтынсың. Мінезің де, қырсықтығың да. Бір нәрсеге сенсең, соңына дейін баратын қасиетің де. Мен соны сырттай бақылап жүрдім. Қуандым. Кейде алаңдадым. Әр сөз жүрегіне қадалып бара жатты. Сен менен жылы сөз күттім. Мен оны кеш түсіндім. Әкем де маған сезімін көрсете алмаған адам еді. Мен де сол үнсіздікті қайталаппын. Бірақ ішімде саған деген мақтаныш көп болды. Кек айта алмадым. Арман көз жасын тоқтата алмады. Өмір бойы естігісі келген сөздер, бірақ тым кеш келген сөздер. Қағаздың астында тағы бір сөйлем бар. Конверттегі кілтті ал. Орнынан тұрды. Кілтке ұзақ қарады. Анасына барды. Ол ненің кілті? Анасы үнсіз қалды. Мен де білмеймін. Әкем айтпады ма? Айтпады. Кілттің шетінде кішкентай темір белгі тұр. Қойма нөмірі. Қаланың шетіндегі ескі қоймалар. Келесі күні таңертең сол жерге барды. Аспан сұр, көңілде сұр. Күздің салқын желі көшені аралап жүр. Кілттегі нөмірді тапты. Қолдары дірілдеп есікті ашты. Шағын бөлме. Шаң басқан сөрелер. Ескі заттар. Бұрышта матамен жабылған үлкен нәрсе тұр. Жақындады. Матаны жайлап көтерді. Арман қатып алды. Мольберт. Сурет бояулары. Қылғаламдар. Кенептер. Әкесінің жас күнгі арманы. Ұмытылған әлем. Сөренің үстінде тағы хат тұр. Егер осы жерге келсең, демек сен бәрін түсіне бастадың. Арман баяу отырды. Бұл жерге көп келдім. Жұмыстан кейін, шаршағанда, ойланғанда. Кейде сурет салдым, кейде жай отырдым. Өмірде адамның өзіне ғана тиесілі бұрышы болуы керек. Қолдары дірілдеп барады. Балам, менің сенен бір ғана өтінішім бар. Өзіңді жоғалтпа. Тек жұмыс үшін өмір сүрме. Жақындарыңды кеш бағалама. Айтатын сөзің болса айт. Құшақтайтын адамың болса құшақта. Көз алды тұманданып кетті. Тағы бір өтінішім бар. Бұрыштағы 3-ші сөрені аш. Орнынан тұрды. 3-ші сөре. Шағын қорап. Ашты. Ішінде сурет. Өзі. Кішкентай кезі. Әкесінің қолымен салынған. Тағы біреу. Мектеп формасындағы арман. Тағы біреу. Университетке түскен күн. Көзінен жас ақты. Әкесі оның әр кезеңін сурет қылып сақтап келген. Соңғы суретті алды. Қолдары дірілдеп кетті. Бұл сурет жаңа. Өте жаңа. Ауруханаға түсерден аз уақыт бұрын салынған. Арман үлкен болып бейнеленген. Жанында әйел. Қолында кішкентай қыз. Жоғары бұрышқа бір сөйлем жазылған. Ұлым бақытты өмір сүрсін. Сол сәтте ішіндегі ауыр нәрсе қозғалғандай болды. Бір адамның махаббаты кейде өмірден кеткен соң анық көрінеді. Сол бөлмеде ұзақ отырды. Әкесінің орындалмаған арманының ортасында, қылқаламдардың арасында, үнсіздіктің ішінде. Күн еңкейіп бара жатқанда орнынан тұрды. Есікті жапты. Көлікке отырды. Бірақ бұл жолы ішіндегі адам бұрынғы арман емес еді. Ол өмір бойы әкесінен жылулық іздеді. Ал әкесі оған өмір бойы махаббат беріп келген. Ыспаяу келіп жатқан. Таңғы ауа бұрынғыдан салқындау сезіледі. Арман жұмысқа барып жүр. Күліп те жүреді. Адамдармен сөйлеседі. Бірақ ішіндегі бос қалған орын әлі толмаған. Кей қайғы уақытпен әлсіремейді. Тек адам сол ауырлықпен өмір сүруді үйренеді. Әкесінің қоймадағы бөлмесіне жиі баратын болды. Ол жерде уақыт баяу өтетіндей көрінеді. Қылқаламдардың иісі, ескі қағаздардың иісі, үстел үстіндегі ұқыптылық. Бәрі әкесінің мінезіне ұқсап тұр. Тыныш,
артық дүниесіз. Бірақ керең. Бір күні қоймадан шыққалы тұрған кезде артынан дауыс естілді. Сен Армансың ба? Бұрылып қарады. 60 жас шамасындағы әйелдір. Жүзі таныс емес. Бірақ көзқарасында әлдебір жылылық бар. Иә, мені танымайсың. Кешіріңіз. Әйел жай ғана жымиды. Танымайтының қалыпты. Сіз... Мен сенің әкеңмен бірге оқыдым. Арман үнсіз қалды. Біраз сөйлесуге бола ма? Қойма ішіне қайта кірді. Әйел мольбертке ұзақ қарап тұрды. Сол баяғы әдеті өзгермепті. Сіз әкемді жақсы таныдыңыз ба? Иә. Бір сәт үнсіздік орнады. Ол өте талантты еді. Арман басын төмен түсірді. Кеш білдім. Кей ақиқатты өмір кеш көрсетеді. Сол сөйлем жүрегіне таныс ауырлық әкелді. Әкеңнің үлкен арманы болған. Білем. Жоқ, сен бәрін білмейсің. Арман басын көтерді. Не айтқыңыз келеді? Әйел баяу дем алды. Біз бірге үлкен өнер байқауына қатыстық. Сосын, сенің әкең бірінші орын алды. Рас па? Иә. Кейінше. Кейін оған шетелде оқу ұсынылды. Арман қатып қалды. Не? Иә. Бірақ ол бармады. Неге? Әйел ұзақ үнсіз отырды. Сен үшін. Кеудесі тарылып кетті. Сен ол кезде 3 жаста едің. Бірақ сен жиі ауыратын бала болдың. Арман үнсіз. Анаң да сол кезеңде қатты әлсіреп қалды. Әкем таңдау жасады. Сол сөздің салмағы ауыр еді. Ол арманы мен отбасының арасында тұрды. Сосын отбасын таңдады. Арман үнсіз отыр. Жүрегі қайта ауырлап барады. Ол өкінген жоқ. Сіз қайдан білесіз? Әйел жай ғана жымиды. Себебі бір күні өзім сұрадым. Не деді? Мен ұлымның өскенін алыстан бақылағым келмейді деді. Қолдары мұздап кеткендей. Бір адамның үнсіз жасаған таңдауы бір әулеттің тағдырын өзгертіп жібереді. Бірақ ол туралы көп адам біле бермейді. Тағы бір нәрсе бар. Арман үнсіз тыңдап отыр. Әкең сенмен мақтанатын. Көзінен жас шығып кетті. Бірақ маған айтатын. Қалай? Көрген сайын айтатын. Ұлым ақылды. Ұлым еңбекқор. Ұлым менен биікке шықсын. Арман терезеге қарап кетті. Көз жасы анық көрініп тұр. Мен оны өмір бойы дұрыс түсінбедім. Әйел жай ғана басын изеді. Ата-ананы түсіну үшін кейде ата-ана жасына жету керек. Осы сөйлем жүрегіне терең батты. Кешке қарай үйге қайтты. Анасы ас үйде отыр екен. Шаршаған жүзі байқалады. Бірақ соңғы күндері анасы да өзгерген. Үнсіздігі көбейген. Терезеге ұзақ қарайтын болған. Анашым? Иә. Әкем шетелге кетпей қалған ба? Анасы үнсіз қалды. Ұзақ. Өте ұзақ. Сосын жай ғана басын изеді. Иә. Неге айтпадыңыз? Айтқызбады. Неге? Сен әкеңді батыр көруің үшін емес. Онда не үшін? Әкең жақсы нәрсе міндетке айналғанын қаламады. Арман үнсіз қалды. Ол бір нәрсе жасаса, жүрегі үшін жасайтын. Өкінбеді ме? Бір ретте. Сол түні ұзақ ұйықтай алмады. Терезе алдында отыр. Қала шамдары алыстан көрінеді. Бала күнін ойлады. Реніштерін ойлады. Қанша рет әкесін әділетсіз айыптағанын ойлады. Бірақ кенет бір нәрсені түсінді. Әкесі туралы бұл әңгіме тек әке туралы емес. Бұл өмір туралы. Жақын адамды бағалау туралы. Айтылмай қалған сөз туралы. Кешірім туралы. Адам кейде өзін жақсы көретін жандарды ең соңында байқайды. Себебі олар жарқырап көзге түспейді. Олар жай ғана қасында болады. Үндемей, крек болып, қорған болып. Сол түні алғаш рет қоймадағы сурет бояуларын алып шықты. Ақ кенеп алдына отырды. Ұзақ қарап отырды. Сосын қолқаламды қолына алды. Әкесі армандаған әлемге
алғаш рет кіріп бара жатқандай. Бояуды ақырын жүргізді. Қолдары сенімсіз. Бірақ ішінде бір жылылық бар. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. Таң жақындады. Алдында аяқталмаған сурет тұр. Бірақ ол сурет маңызды емес еді. Маңыздысы басқа. Өмір кейде бізді жоғалтқан нәрсеміз арқылы өзгертеді. Ал кей адамдар кеткен соңда қолынан ұстап өмір сүргізеді. Көктем келді. Қала көшелеріндегі ағаштар қайта жасыл түске бояла бастады. Уақыт тоқтамайды. Қайғыда уақытпен бірге басқа күйге өтеді. Ол жоғалмайды. Кек адамның жан дүниесінің бір бөлігіне айналады. Арман соңғайларда соны түсінді. Өмір бұрынғы қалпына келгендей көрінгенімен, оның ішіндегі адам бұрынғы арман емес еді. Ол жұмысқа барып жүрді. Анасымен көбірек сөйлесетін болды. Демалыс күндері үйге ертерек келетін. Адам өмірінде кей өзгеріс сырт көзге байқалмайды. Бірақ адамның ішіндегі өзгеріс бүтін тағдырды басқа арнаға бұрып жібереді. Бір күні жұмыста оған үлкен ұсыныс түсті. Басқа қала, жоғары қызмет, жоғары табыс. Бірнеше жыл бұрын болса, ол еш ойланбастан келісер еді. Бұрын ол жетістік адамның басты мақсат деп ойлайтын. Қанша көп жұмыс істесең, сонша маңызды адамға айналасын деп сенетін. Бірақ өмір оған басқа ақиқатты көрсеткен. Кешке анасының үйіне барды. Ас үйдегі таныс иіс. Терезе алдындағы гүлдер. Барлығы баяғыдай. Кек бір адамның орны бос. Анашым? Е, балам? Маған жұмыс ұсынды. Қайда? Басқа қала. Анасы үнсіз қалды. Барасын ба? Арман терезеге қарады. Бірнеше ай бұрынғы өзі болса, бұл сұраққа 1 секундта жауап беретін еді. Бүгін үндемей қалды. Білмеймін. Анасы жай ғана басын изеді. Кей шешім адамның өмірін өзгертеді. Сол түні әкесінің қоймасына барды. Бұрынғыдай есікті ашты. Ішке кірді. Ескі мольберт орнында тұр. Қылғаламдар орнында тұр. Кек бір нәрсе өзгерген. Бұл жолы бөлме жалғыздық сездірмеді. Қайта бір жылылық бар сияқты. Бұрыштағы орындыққа отырды. Ұзақ отырды. Үнсіз. Бір кезде әкесінің дәптерін қайта ашты. Соңғы беттер. Бұрын байқамаған кішкентай жазу көзге түсті. Адам жетістікке жетіп өмір сүрмейді. Адам жүрегі тыныш болғанда өмір сүреді. Арман ұзақ қарап қалды. Осы бірнеше айда ол қанша нәрсені кеш түсінгенін ойлады. Өмір бойы әкесінен басқа әкелердей болуды күтті. Жылы сөз күтті. Көбірек уақыт күтті. Өзі қалаған мейірімді күтті. Бірақ әкесі оны өз білген тілмен жақсы көріпті. Еңбекпен, құрбандықпен, үнсіз қамқорлықпен. Кей ата-ана сезімді сөзбен көрсетеді. Кей ата-ана өмірін арнап көрсетеді. Сол түні шешім қабылдады. Келесі күні ұсыныстан бас тартты. Әріптестері таң қалды. Неге? Қалғым келеді. Мұндай мүмкіндік жиі келмейді. Кей мүмкіндік ақшамен өлшенбейді. Үйге қайтқанда іші жеңіл болды. Бірінші рет ұзақ уақыттан бері ішкі тыныштық сезілді. Күндер өтті. Бір күні анасы шағын қорап алып келді. Мынаны ұмытып кетіппін. Арман қорапты ашты. Ішінде әкесінің сағаты жатыр. Жанында тағы бір хат. Қысқа ғана. Балам, егер бір күні өзің әке болсан, мені түсінерсің. Осы бір сөйлем оны ұзақ ойға батырды. Уақыт өтті. 1 жыл өтті. Арман өмірін өзгертті. Жұмыс пен өмір арасындағы тепе-теңдікті үйренді. Анасын жиі қасына шақыратын болды. Достарымен көбірек уақыт өткізді. Кейде әкесінің қоймасына барып сурет салатын болды. Жақсы сала алмайды. Бірақ ол маңызды емес. Маңыздысы басқа. Әкесінің жарты жолда қалған арманы енді жалғыз қалмаған. Күздің бір күні қоймада сурет салып отыр еді. Есік ашылды. Анасы кірді. Қолында кішкентай қорап. Не әкелдіңіз? Саған. Не ол? Өзім аш. Ішінде бала күнгі суреті жатыр. Әкесі қолмен салған. Артында бір сөйлем. Ұлым өскенде жақсы адам болса болды. Арман ұзақ отырды. Жетістік туралы көп ойлайтын, байлық туралы ойлайтын, мансап туралы ойлайтын. Ал әкесінің арманы қарапайым екен. Жақсы адам болу.
Кей адамдар артында үй қалдырады. Кей адамдар ақша қалдырады. Ал кей адамдар өмірлік сабақ қалдырады. Әкесі оған ең үлкен байлық қалдырған. Адамгершілік, жауапкершілік, жақындарға уақыт бөлу, сезімді кеш қалдырмау. Бірнеше айдан кейін көктем қайта келді. Арман анасымен бірге қала сыртына шықты. Табиғат оянып жатыр. Аспан ашық. Жел жеңіл. Анасы үнсіз отыр. Нені ойлап отырсыз? Әкеңді. Арман жымиып қойды. Мен де. Ұзақ үнсіздік орнады. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес. Жылы, тыныш, түсінікті. Күн ұясына батып бара жатты. Аспан қызғылт түске боялды. Арман аспанға қарап отырып, бір нәрсені анық түсінді. Адам өмірден кеткенде түбел жоғалып кетпейді. Егер біреуге жақсылық жасаған болса, тірі қалады. Егер біреудің өміріне жарық сыйлаған болса, тірі қалады. Егер бір жүрекке мейірім қалдырған болса, тірі қалады. Әкесі кеткен. Бірақ оның еңбегі тірі, мейірімі тірі, тәрбиесі тірі. Ұлының жүрегіндегі орны тірі. Сол сәтте Арман ішінен баяу ғана сыбырлады. Әке, мен сізді түсіндім. Жел баяу соғып өтті. Көктемгі аспан үнсіз тұр. Бірақ Арманның ішіндегі ауыр жылдар алғаш рет жеңілдегендей болды. Өмірдің ең ауыр өкініші жақсы көрген адамды кеш түсіну. Өмірдің ең үлкен бақыты сол кеш ұғынған шындықты келесі адамдарға жоғалтпай жеткізу. Сол күннен бастап Арман бір нәрсені өзіне серт қылды. Айтатын жақсы сөзін ертеңге қалдырмайтын болды. Құшақтайтын адамын кейінге қалдырмайтын болды. Уақыт табуды күтпейтін болды. Себебі өмір бір шындықты анық үйреткен еді. Кей адамдарды сағыну үшін жоғалту қажет емес. Оларды бар кезінде бағалау керек.